Құран кәрімде ескерту, өйткені ескерту мүминдерге үлкен пайда береді. Зарияты сүресі 55 аят дәп әмір етеді. Салауат зікірдің бір түрі. Салауат Алла тағалаға мадақтау мен пайғамбарына игілік пен сәлем айту дұғасының жиынтығы. Салауаттың қасиеттері жайлы аяттар мен хадистер негізінде 40 хикметті қабылдаған. Салауаттың қасиеттері жайлы аяттар мен хадистер негізінде 40 хикметті табылған. Ендеше сол хикметтері мен сырларын назарларыңызға ұсынамын. Салауат Алла тағаланың әмірін орындау. Салауат Алла тағаланың сөзімен қатар жүреді. Алла тағаланың пайғамбарға салауаты мадақтау және шарапат көрсету болса, мұсылманның салауаты Алла тағаладан тілегін тілеп дұға сұрау. Салауат періштелердің пайғамбарды мақтауы. Салауат айтумен мұсылманның тілегі періштелер тілегімен ұштасады. Бір салауат Алла тағала тарапынан 10 жарылқауға себеп болады. Бір салауат мұсылманның мәртебесін 10 есе көтереді. Бір салауатқа 10 сауап беріледі. Бір салауат 10 қателікті жуып шаяды. Дұғадан алдын айтылған салауат тілектің қабыл болуы үмітін арттырады. Салауат пайғамбар шапағатына лайық болудың бірден бір себебі. Салауат күнәнің кешірілуіне себеп. Салауат Алла тағала тарапынан адамның уайым қайғысының кетуін қамтамасыз етеді. Салауат қиямет күні пайғамбарға жақын тұруға себеп. Салауат жағдайы төмен адам айтса садақаның орнын басады. Салауат мұқтаждардың өтелуіне себеп болады. Салауат айтушыны Алла тағала жарылқайды, оған періштелер дұға жасайды. Салауат айтушының жан дүниесін тазартады. Салауат адамның тірі кезінде жәннатпен сүйіншілеуіне себеп. Салауат қиямет қорқынышынан құтқаруға себеп болады. Салауат ұмытқан нәрсені тез еске түсіруге көмектеседі. Салауат айтсаңыз сәлемдемеңізге пайғамбар жауап қайтарады. Мәжіліс басында салауат айту жиынға берекет келтіреді және азын аулақ кемшіліктерді жояды. Салауат кедейлікті жояды. Салауат мұсылманның сарандығын жояды. Салауат пайғамбарымыз жазғырған адамдар қатарынан құтқарады. Салауат жәннатқа апаратын жолға жетелейді. Салауат Алла тағаланы тілге алмайтын мәжілістен сақтайды. Салауат сөзді толықтырушы дұға. Әр маңызды әңгіме Алла тағалаға мақтау және пайғамбарға салауат айтумен басталады. Салауат қыл көпірде мұсылманға мол нұр сыйлайды. Салауат адамды дөрекіліктен құтқарады. Салауат арқылы Алла тағала сізді жер мен аспанды мекен еткен жаратылыс арасында жақсы атқа лайық етеді. Салауат адамның өзіне, амалына, өміріне және әрбір оның мүддесіне қажетті шаруада берекет береді. Салауат Алла тағаланың рахметіне бөленуге себеп. Салауат мұсылманның пайғамбарына деген ұдайы сүйіспеншілігінің белгісі. Салауат Алла елшісінің сүйіспеншілігіне себеп. Салауат мұсылманның тура жолда жүргенінің белгісі. Салауат айтушының аты жөні пайғамбар құзырында ескерілуіне себеп. Салауат қыл көпірде мұсылманның аяғы нық болуына және аман есен өтуіне себеп. Салауатпен үмбет ретінде аз да болса пайғамбар алдындағы борышы өтеледі. Салауат адамзатқа жіберілген ең үлкен нығмет пайғамбар үшін Алла тағаланы зікір ету және шүкірлік білдіру сөздерін қамтиды. Салауат дұға. Ол дұғада мұсылман Раббысына ең абзал адамға, яғни Алланың досы пайғамбарға мақтау айту, оның мәртебесі мен дәрежесінің ұлғаюын сұрайтын дұға болып саналады. Салауат айтып жүрейік. Әрбір пенде Аллах тағаланың елшісі Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің әмірлерін орындап, бұйрықтарын жеткізіп, Алланың үмбеті Мұхаммед пайғамбарға үздіксіз салауат айтатын пенделердің қатарынан болайық. Каналға тіркеліп, лайк баса өтіңіз.